Қазақтан дана халық жоқ, бәйгіге баптап ат қосқан қайырлы күн достар. Біз қазір Шымкенттегі ипподромдамыз. Бірер минуттан соң оңтүстік мегаполисте шын жүйріктердің жарысы, саналылардың сайысы бәйгі басталмақ. Міне артымызда ат құлағында ойнайтын шабандоздар да жарыс жолына шығуға дайындалып жатыр. Ендеше ұлттық спортты ұлықтайтын шараны бірге тамашалайық. Ең алдымен Құнан бәйге жарысы ұйымдастырылды. 8 шақырымды қамтыған жарыс жолынан бірінші болып Шағала атты тұлпар мінген Шымкент қаласының шабандозы келді. Ат иесі әрі бапкері Бекжан Қоржынбаев. Ал екінші, үшінші орындар Жамбыл облысына бұйырды. Міне қазір біздің артымызда шабандоздар топ бәйгенің соңғы айналымына кетті. Енді біз жеңімпаздарды анықтайтын боламыз, соған куә боламыз. Сонымен қатар тағы бір айта кететін жайт, бүгін Шымкент қаласында күн өте ыстық, 27 градус болып тұр. Сол себепті мына ат баптаушылар мен ұйымдастырушылардың айтуынша және өзіміз де байқағанымыздай, өзге өңірлерден келген жылқылар үшін бұл климат оларға жағымсыз болып жатыр. Келесі 14 шақырымдық топ бәйгеден Ұлытау атты атымен Исламнұр Ертөс топ жарып шықты. Ат иесі Нұрдәулет Әкімжанов, бапкері Мақсат Төкенов Астана қаласынан келген. Үздік үштікке Алматы, Жамбыл облысы шабандоздар ілікті. Мен сізді құттықтаймын. Айтыңыз, өзіңіз таныстырып, кімсіз, қайдан келдіңіз, жасыңыз нешеде, тұлпарыңыз кім? Менің атым Ертөс Исламнұр, Алматы қаласынан келдім. Атымның аты Ұлытау. Қанша жыл болды осы жарыстарға қатысып жүргеніне? 6 жыл. Не сезіп тұрсың? Неге қуанышты емессің сен? Шаршап тұрсың бәлде? Қобалжып тұр. Бірінші орын алу оңай емес мынандай аламанда. Айтыңызшы, сіз онда пікіріңізді білдіре салыңыз. Енді бүгін 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шыққан күн. Алла қолдап, мінекей тұлпарымыз, атымыз бірінші орын алып, қуаныштымыз. Чемпионатта республиканың барлық өңірінен келген 120-дай қатысушы болды. Оза шауып келгендерге қомақты қаржылай сыйлықтар табыс етілді. Сәлеметсіз бе? Құтты болсын, сіз жаңа ғана теледидар ұтып алдыңыз ғой. Рахмет көп. Қуанышым сезіліп тұр, ондай ойламадым. Бірінші рет ұтып отырмын. Лотерея аламыз, бірақ әрдайым ұтпаймыз. Өтірік сияқты болып көрінетін. Бұл жолы шын екен, көзім жетті. Негізі атымыз қатысып соған келгім келмеді бұл неге жарысқа. Ата және немерелерім жүріңіз дегесін келіп қатысып отырмыз. Жақсы сезімде отырмын. Бәрін сондай сәтті тілеймін, атқа қатысқандар мәселендей жеңіп шығу емес, бұл жарыс қатысқан өзі жетістік деп ойлаймын меніңше. Жылқылардың шабысынан шабыт алып аламан десе делебесі қозатын ағайынды көп көрдік. Соның бірі 50 жылдан бері ат баптап бәйгеге тұлпар қосып жүрген қария Сәбит Жанкөліков. Өзі өмір бойы жылқышы болған. Көненің көзі болғасын ба, жалғыз ғана осы ақсақалдан бәйгеден бастысы жануар мен шабандоз аман келсе, жарыстың жақсы өткенінің белгісі сол деген пікірді естіп қалдық. Көңілге жылу ұялатты. Аттың бәрі жүйрік. Шетелден келген аттың бәрі шетінен жүйрік. Ауылда туған аттың жүйрік. Бірақ соған мына тренерлеріміз ғой, бапкері. Сол дұрыс болу керек. Екеуі бір-біріне сай болса, ол ат жүгіреді. Сол кішкене балалар нетпей жатыр. Жаңадан көтеріліп жатыр ғой, бәйге деген. Бұрын қазақ ат жүгірттік. Қазір болса мына шетел ат алып кеп, соған үйреніп балалар, тренерлер. Қазір қосып жатыр, жақсы, жүзделер жақсы болып жатыр. Шымкенттегі жарыс ең салмақты сайыс 21 шақырымдық аламан бәйгемен аяқталды. Мұнан қыран лақабаты бар тұлпар жүйрік келді. Бұл жолда сәйгүлікті 11 жастағы Исламнұр Ертөс тізгіндеп, тағы бір мәрте жеңімпаз атанды. Келесі орындарды Түркістан мен Жамбыл облысының мықтылары иеленді. Елімізде ұлттық спорттың бұл түрін дамытуға ден қойылды. Бәйгені жүйелендіру қолға алынып жатыр дейді Бәйге Федерациясының атқарушы директоры Алтай Бимен. Бәйгелердің қатаң тәртіппен, қатаң ережемен өтуін қолға алынды. Ең бастысы тәртіп болған жерде ең бастысы даму болады деген ойдамыз. Және де мына өздеріңіз байқағандай барлық бәйгелерге өте қомақты жүлде қорлары тігіліп отыр. Сол себептен ат айналасында жүрген ағайынның барлығы өте дән риза. Тұлпарлардың дүбіріне атойлаған жүректердің дүрсілі қосылғанда қазақтың кең даласы құлақ түреді. Міне біз бүгін сондай көріністің куәсі болдық.
бәйгеде озып шығамын деп келген шабандоздар да бүгін мақсатына жетті деген ойдамыз. Бәсеке осымен бітпейді. Қазақстанның чемпионатының жалғасының келесі кезеңі Ақтөбе қаласында осы мамыр айының 27-сінде өтеді. Ендеше Қазақстанның батыс өңірінде кездескенше. Алғи құла шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жерінді. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас-бас-басқа. Бұл ретте ұлттық спортымыздың елімізде дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, біздің байболсын арнамызға жазылып қойыңыздар. Сонымен қатар осы бәсекеде қай шабандозға жанкүйер болдыңыздар, соны да пікір ретінде қалдыра кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жанкүйерлер, қастарыңызда осы билет алған азамат бар болса, хабар беріңіз.